Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді және де өте жұмсақ болып шығатын печеньенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге бөлме температурасында тұрған жұп-жұмсақ сары май керек болады. Оны ыдысымызға салып, оның үстіне қантты саламыз және де шым-шым тұзды салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 дана жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық сұйық майды құямыз. Бұны да жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап барлығын біріктіріп араластырамыз. Одан кейін ұнға қопсытқышты салып араластырып, жаңағы массаның үстіне бірнеше бөліктерге бөліп араластырып отырып салатын боламыз. Печеньемізға ерекше дәм беру үшін, егерде үйде шоколад болса, осылай шоколад қосып жіберуге болады. Менде бұл жерде глазурь, немесе кез келген Қазақстан шоколады болса да соны ұсақтап тұрып, арасына қосып жүрсеңіздер, дәмі өте ерекше дәмді болады. Балаларға өте қатты ұнайды. Сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Барлық керек заттарды, ингредиенттерді осы видеоның астына жазып қоямын. Осылай бізде жұмсақ қамыр шығады. Қолға жабысуы мүмкін, сондықтан шамалы ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Енді осылай кішкентай бөліктерден алып, противенге жайғастырамыз. Негізінде бұл піскен кезде бұл печеньелер үлкейеді көлемі, сондықтан араларын ашып салған дұрыс. Осылай қолымызбен алып, дөңгелетіп, қантқа аунатып алсаңыздар болады. Аунатпай бірден противенге салып пісіре берсеңіздер де болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз, 180 градуста 35-40 минутта дайын болады. Осы мөлшермен 20-25 штук печенье шығады. Осы кезде алдын ала пешті қосып 180 градусқа қыздыра берсеңіздер болады. Мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тегін мастер-класстар видеосын жүктейтін боламын өз каналыма. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Печеньелерім дайын болды. Суытамыз, суығаннан кейін барып, шаймен ше берсеңіздер болады. Мен әдемілік үшін осылай сахарный пудраны сеуіп қойдым. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде жасап, маған комментарийге жазып кетіңіздер.